Сәлем YouTube көрермен, біз бүгін PDF файлды қалай Word файлға айналдыруға болады, сол туралы айтатын боламыз. Ол үшін кез келген іздеу сервисіне кіріп, тақырып алаңына PDF Word деп жазамыз. Жазып болғаннан кейін Enter түймесін басып іздейміз. Бізге бірнеше сайттың тізімін ұсынады осылай. Бірінші тұрған сайтқа кірсек болады. Кіргеннен кейін осындай терезе ашылады. Мына жерде қызыл тіктөртбұрышпен белгіленген PDF файлды таңдау деген жерді басамыз. Басқаннан кейін өзіміз Wordқа айналдырғымыз келген файлды таңдап аламыз. Таңдап алғаннан кейін Wordқа айналдыру деген қызыл түймешенің үстін басамыз. Басқаннан кейін мінекей жүктеліп жатыр. Енді ғаламтордың жылдамдығына және файлдың көлеміне байланысты бірнеше секундтан бірер минутқа дейін жалғасады бұл процесс. Процесс аяқталғаннан кейін файл автоматты түрде өзіміздің компьютерімізге жүктелетін болады. Мінекей жүктелді көріп тұрғандарыңыздай ішіне кірсем болады. Жүктелген файл өзіміздің ноутбуктың, компьютердің жүктеулер бөлімінде. Орысша айтсақ, загрузки деген жерде сақталатын болады. Құрметті достар, видео ұнаса, ақпарат пайдалы болса, үліпіл басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.